Барлығыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді, ерекше, асқабақ қосылған пирогтың рецептімен бөліскелі отырмын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Барлық ингредиенттерді описаниеге жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен біздер құрғақ ингредиенттерді араластырамыз. Ол үшін біздер ұнға разрыхитель, тұз және де ванилинді салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң біздер осындай електің көмегімен басқа ыдысымызға ұнымызды илейміз. Осылай 2-3 бөлікке салу арқылы електің көмегімен өткізіп аламыз. Міндетті түрде електі пайдалануға тырысыңыздар, өйткені ол пирогымыздың жақсы көтеруіне септігін тигізетін болады. Мінекей осылай видеода көрсетілгенде жақсылап елекпен 2-3 бөлікке бөле отырып, құрғақ масымызды жақсылап өткізіп аламыз. Ал ендігі кезекте біздер сұйық масымызды араластырамыз. Ол үшін бізге құрғақ ыдысқа 2 жұмыртқамызды жарып, оның үстіне сұйық май және де оның үстіне песогымызды салып, жақсылап венчиктің көмегімен қантымыз ерігенше, жұмыртқамыз аппақ болып көтерілгенше жақсылап араластырып аламыз. Ал ендігі кезекте біздер үккіштен өткізілген асқабақты қосамыз. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша үккіштен өткізіңіздер, я болмаса блендермен езіп алсаңыздар да болады. Мен бұл кезекте үккіштен өткіздім. Мінекей осылай оны да 2-3 бөлікке бөле отырып, масымыз қоюланғанша жақсылап салып, біркелкі масы болғанша араластырып аламыз. Ал ендігі кезекте біздер ұнымызды салатын боламыз. Ұнды да осылай біркелкі етіп, жақсылап араластырып салыңыздар. Ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп салуға тырысыңыздар. Осылай видеода көрсетілгенде жақсылап ұнымызды 4-5 бөлікке бөліп, біркелкі масы болғанша осылай пирогымыздың массасын дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоға қарап жасаңыздар. Мінекей нәтижесінде осындай бізде біркелкі масса пайда болды. Біздер оны 22 диаметрлік формаға жақсылап барлық жағына жететіндей етіп орналастырып аламыз. Оны ең алдымен пешті қыздырып қойыңыздар, 180 градуста 40 минутта пісіріп алатын боламыз. Мінекей осылай барлық жағына жететіндей етіп жайып алыңыздар. Және де 180 градуста 40 минут пісіріп алыңыздар. Бұл сіздердің пештеріңізге де байланысты, өздеріңіздің пештеріңізді регулировка жасап, 30 минут па, 40 минут па өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай піскенше толықтай пісіріп аласыздар. Осылай піскенін ағаш шпажканың көмегімен, я болмаса зубочистканың көмегімен қарайсыздар. Мінекей нәтижесінде осындай дәмді пирог пайда болды. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдеңіздер. Лайк басып, менің каналыма тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.